Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Жалпы менің YouTube каналыма жазылып, қазақ тілінің грамматикасын тегін үйренуге болатынын сіздерге ескерткім келеді. Жақсы, бүгінгі өтетін тақырыбымыз мақал мен мәтел. Мақал өмірлік тәжірибеден туындаған түйінді пікір, тұжырымды сөз өрнегі немесе 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Ал мәтел белгілі бір ойға, ұғымға ишара жасайтын, астарлап, жұмбақтап айту, мәні басымдау болатын халық мұрасы. Яғни мақал мен мәтелдің айырмашылығын анықтап алу үшін мынаған мұқият назар салыңыздар. Мақал көбіне құрмалас сөйлем түрінде келеді. Яғни көз қорқақ, қол батыр, екі жай сөйлемнен келіп құрмаласып тұр. Ал мәтел жай сөйлем не толымсыз сөйлем болып келеді. Кемедегінің жаны бір. Яғни жай сөйлем болып келіп тұр. Мақалда себебі мен салдары қатар айтылады. Ойнап сөйлесең де ойлап сөйле. Осы мақалда себеп салдары бірдей беріліп тұр. Ал мәтелде істің себебі айтылмайды. Дарияның жанынан құдық қазба. Осы мәтелде тек салдары ғана айтылып тұр. Себебі жоқ. Ал мақалда ой нақты айтылады. Жері байдың, елі бай. Нақты ой айтылып тұр. Ал мәтелде ой ишара мен тұспалдап жеткізіледі. Әлін білмеген әлек. Яғни ишара мен тұспалдап қана айтып көрсетіп тұр. Яғни осы сабақта мақал мен мәтелдің айырмашылығын толық түсініп алды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.